Экологиялық ахуалды жақсарту, соның ішінде зиянды заттардың таралуы, топырақтың, жердің, ауаның жағдайы, қалдықтарды жою, сондай-ақ онлайн түрінде еркін қолжетімді экологиялық мониторинг жүргізу жүйесін дамыту жөніндегі жұмыстарды күшейту қажет. Маңғыстау облысында кеңес үкіметінен қалған қордаланған экологиялық проблемалар орасан. Қаптаған қоқыс, өндірістік қалдықтар мен жылдар бойы өңір халқының денсаулығына қисапсыз зиян келтірген Қошқар ата қалдық қоймасы. Тәуелсіздік алғалы 27 жыл өтсе де, Қошқар ата мәселесі әлі мұрты бұзылмай тұр. Мұндағы түртіп қалса, жаңы бұрқ ететін мыңдаған гектар жерде адам айтқысыз радиация тұнып тұр. Қазіргі уақытта оны я көшіріп алып кете алмайсың, я бетін сумен жаба алмайсың. Жалғыз ғана амал толық топырақпен көміп шығу керек. Президент айтқанда экологиялық ахуалды жақсарту үшін әркім өз табалдырығынан бастауы керек. Мұны белгілі эколог Кирилл Осин айтады. Бұл ең әуелі өзіміз тыныс алатын ауаны тазартады. Екіншіден су мен топырақтың ластануын тоқтатады. Тіпті қоректенетін асымызға дейін өзіміз лақтыратын қоқыстың ластайтын кезі аз емес екен. Тұрғындар қоқысты далаға лақтырып кетуден тыйылмай отыр. Бұл жеке басыма әсер етпейді деп ойласа, қатты қателеседі. Себебі тасталған қалдықтардан бөлініп шыққан у топыраққа сіңіп, оны мал жейді. Немесе ауа арқылы тұрғындар оны жұтады. Ал қоқысты өртеу бұдан да қауіпті. Одан улы ерітінділер бөлініп, қатерлі дертке шалдықтырады. Сондықтан қоқысты қайта өңдеуге ақшаны аямау керек деп түйіндеді Кирилл Осин. Если люди думают, что егер тұрғындар өзіне зиян тимейді деп ойласа, олар қателеседі. Себебі адамдар шаруашылыққа қажетті құдық қазады, ал қоқыс үйінділері жер асты суларына араласып, адамдар ішетін немесе шаруашылыққа пайдаланатын суларына сіңеді. Тіпті сол уланған суларды мал ішсе, біз оның сүтін ішеміз, етін жейміз. Мұның бәрі өзара байланысты. Немесе шағала сол үйіндіге қонып, кейін жұқпалы ауруды жұқтыруы мүмкін. Мұның бәрі аса маңызды. Алайда жергілікті әкімдікке сеніп, соған аузын ашып отыру дұрыс емес. Маманның пікірінше қатты және тұрмыстық қалдықтарды сұрыптау көптеген түйінді мәселелерді шешеді. Алайда бұл бағытта кедергі аз емес. Ақтау мен Жаңаөзен қалаларында қоқыстарды сұрыптау бойынша аз да болса ілгерілеу болғанмен, аудандарда бұл бастама қолға алына қойған жоқ дейді маман. Ал Ақтауда мұндай жәшіктер біртіндеп көбейіп келеді. Қоқыс салғыштар, пластик, шыны, қағаздар мен қатты тұрмыстық қалдықтарға бөлек-бөлек бөлімдері бар. Со временем, конечно, мы должны все с вами прийти к тому, что... Қазір қалада қоқыстарды бөлетін жәшіктер қолданысқа енгізілді. Жалпы қоқысты қайта өндіру тек пайдалы ғана емес, тиімді де. Біз осы жоба жақсы нәтиже көрсетсе, әрі зиянды қалдықтардан арылып, әрі пайда табамыз. Жалпы Маңғыстау облысында бірнеше мәселе бой таластырады. Оларды жіктеп қарайтын болсақ, мынадай кесте шығады. Қазір облыста ауаның ластануы, судың ластануы, топырақтың құнарсыздану қаупі басым. Ал қоқыстар бөлек әңгімеге арқау. Белгілі ардагер эколог Орынбасар Тоғжанов табиғат пайдалануды реттеу басқармасында бірнеше жылдан бері қызмет етіп келеді. Ол тәуелсіздік алғалы бірнеше мәселені шешуге талап жасалғанын айтады. Экологиялық проблемалар ғасырлар бойы таудай болып үйілген кезде мұны бірден реттеу мүмкін емес. Көп уақыт пен қаражатты талап етеді дейді ол. Мәселен, мұнай кәсіпшіліктері төккен шламдарды тазарту шаруаларының шеті көрінбейді. Осы экология саласындағы 2003 жылдан бері қарасам 16 жыл болып қалды. Енді жалпы адамзатқа тән, оның ішінде біздің облысқа тәнде проблемалық мәселелер. Бұл мынау өндірістің қалдықтарынан жерді тазарту, міне бұл бағытта да бірқатар жұмыстар жасалып жатыр. Қазіргі мезгілде енді ғылым мен техниканың дамығандығы сондай, қазір мұнай кәсіпшіліктерінде өздеріндегі төгілген мұнай қалдықтарын ғылыми зерттеу институттарымен арнаулы мамандандырылған мекемелер арқылы қазір ластанған жерлерді қайтадан тазарту жұмыстары жүріп жатыр. Осының ішіндегі біздің Маңғыстау өлкесіндегі ең көлемдісі Жаңаөзен қаласының бергі жағында ойпатта жатқан жалпы аумағы
900 гектарға жуық мұнай төгілген арнаулы жаңағы ойпатқа төгілген жер бар. Міне осы жерде қазір қалпына келтіріле бастады. Айтып жауыр болған Қошқарата қалдық қоймасын залалсыздандыру жұмыстары негізі 2007-2009 жылдары қыза түскен еді. Ол уақытта аса қауіпті радиоактивті қалдықтар зиянсыздандырылды. Өткен жылы жобалық сметалық құжаттамасы жасалып, энергетика министрлігіне тапсырылған болатын. 2019 жылы 5 миллиард 600 миллион теңге бөлінеді деп отыр. Таяудағы 3-4 жылдың ішінде толық зиянсыздандырылуы тиіс. Бұл жұмыс оңтайына оралса, радиациялық қауіп жойылса, үлкен аумақтың ауасы қалпына келетін болса, елге үлкен қуаныш болар еді. Мамандардың есебінше толық қалпына келтіру үшін 17 миллиард 518 миллион теңге қажет екен. Бұл тек бір жылда біте кететін іс емес. Бас аяғы 4 жылға созылады. Жоспар бойынша 43 квадрат километр жерді түгел топырақпен көміп шығу керек. Ал ол дегеніміз 11 миллион куб метр топырақ деген сөз. Ал егер 10 тонналық самосвалмен таситын болса, онда 1 миллион 100 мың рейс жасалу керек. Ал жұмыстың ауқымының көптігін мен былай айтып тұрғаным. Енді қазіргі мезгілде осы қалдық қоймасынан халықты аз да болса қорғау үшін мына жан жағына жасыл белдеу жасалып жатыр. Ені енді 100, кейбір жерде 150 метрдей жасыл белдеу жасалып жатыр. Осы биыл міне бұл 14-ші жылы басталып еді. Осы биыл одан әрі қарай жұмыс жалғасты. Қазір 100-бен айтқанда 82 гектар жерге жасыл желек егіліп жатыр. Бұл бірте-бірте жан жағын түгел қоршап шығу керек. Сонда шаң арқылы жан жаққа жаңағы ұлттық қалдықтардың тарауына кедергі келтіреді деп есептеп отырмыз. Байыбына барар болсақ, салдарын жоюдан көрі алдын алу оңай болар еді. Сондықтан елді экологиялық жаны қастықтан сақтап, сауатсыздықтан арылту үшін жасалып жатқан жұмыс толымды. Тілге тиек етер болсақ, жыл сайын ұйымдастырылатын жүлдесіне миллиондаған қаржы бөлінген үлгілі ауыл, жасыл аула, табиғатпен үндес мектеп, табиғатпен үндес балабақша байқаулары өткізіліп келеді. Мәселен, өткен жылы 10 миллион алса, биыл 12 миллион теңге тігіліп отыр. Өңірдің экологиялық ахуалын бір қалыпты ұстау бәріне ортақ міндет. Бұл қауымдастықтың, қарындастың, қандастың қамы үшін ғана емес, ұрпақ үшін керек нәрсе. Егер әр азамат өз ауласынан бастап таза ұстап, айналасына енжар қарамаса, елдің көсегесі көгерері хақ. Тұқырта айтар болсақ, қазір экологиялық сындарлы саясат қана емес, делсалдық пен бойкүйездіктен, бейжайлық пен беймаралдықтан ада парасатты пайым керек. Ал билік басындағылардан қоршаған ортаны қорғау жолында темірдей тәртіп пен салқын салмақтылық қажет. Ал ірі өнеркәсіп нысандары экономикалық мүдделерін экологиялық мүдделермен ұштастыра білсе, елдің мейманасы асып, нұры тасырмай еді.